сәлем оқырман, бүгін мен «Вавилондағы ең бай адам» атты кітапты оқитын боламын. Ендеше видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Баюды көксеген кісі, бабылдық қос доңғалақты арба жасайтын бансыр шебердің ұнжырғасы түсіп кеткен. Аласа дуалға отырып алып, айнала шолып еді, көзіне өзінің тоқал тамы мен қақпасы айқара ашық шағын шеберханасы түсті. Одан әрі бітпеген арба көрінеді. Есік саңылауынан күйбеңдеген әйелі де көрініп қояды. Оның анда-санда күйеуіне ұрлана қарап қоюынан ет салынған қаптың да босағанын байқауға болады. Демек, бансырға балға мен балтаны алып, арбаның жақтауына былғарысын керіп, арбаның бұдырын тегістеп, көркемдей бояп, ауқатты біреуге сату керек деген сөз. Бірақ оның шымыр денесі орнынан қозғалар емес. Басты тұмшалаған ойлар алуан мәселені қопсытып, оның бірде-біреуіне жауап табатын түрі жоқ. Оның үстіне Ефрат ойнатпаны тән ыстық күнде аятын түрі жоқ. Әр сәулесі жебедей қадалады. Шебер мойнынан сорғалаған тердің жүн басқан төсіне барып құйылып жатқанын да сезер емес. Оның үйінің арт жағында патша сарайын қоршаған сатылы дуал көкке ұмтыла түскендей көрінеді. Дуал жанында жайғасқан валла тәуханасының алуан жарқын түске боялған мұнарасының ұшы аспан тіреп тұрғандай асқақ. Осы бір құдіретті көріністің қалқасында барынша мыжырайған, қаптаған лашық үйлердің арасында бансырдікі да өзінше орын теуіпті. Бабылда барынша асқақтық пен бейшаралық көрініс қатар қоныстанып, көзге түрткен байлық пен жанарды жүдеткен жыпынылық ешбір жоспарсыз әрі жүйесіз былыға жайғасқан. Егер ол айналаға көз салудан жалықпаса, байлардың сыңғырлаған күймелерін, сығылысқан сәнді шапаталы саудагерлер мен жалаңаяқ кедейлерді көрер еді. Арбалы байлардың өзі патшаның аспалы бағын суару үшін меспен су тасыған құлдарға жол беріп ығысқан болар еді. Бансырда қаланың ығы-жығы тірлігіне назар аударатын хәл жоқ. Оның басы бірі кіріп, бірі шыққан ойлардан босар емес. Оны тек қана әлдебір ішекті аспаптың дыңғырлаған дыбысы селт еткізді. Ол жалт қараса, алдында ыржиған қалыпты өзінің күйші досы Қобби екен. Жаратқан жарылысқан досым деп бастады Қобби өзінің жарқын сәлемін. Шамасы шынымен де солай болған секілді ғой. Бос отырған түріне қарағанда сенің бұл жетістігіңе жол болсын. Тіпті оны бөлісуге де әзірмін. Сенің әмияның толы болды ғой. Әйтпесе шеберханада ақтер көктер болып жатар едің. Сондықтан одан бейшара 2 шекелді маған шығара ғой. Төрелердің бүгінгі кешкі салтанатына дейін. Сен ол 2 шекелдің өзіне сол күйінде қалай оралғанын да байқамай қаласың. Менде 2 шекел болса деп міңгірледі Бансыр. Оны ешкімге, тіпті саған да бермес едім, өйткені менің барым да нарым да сол болар еді. Ал бар байлығын кім береді досым-ау? Не істеп тұрмын осымен? Қобби қайран қала дауыстады. Әмияның бірде-бір шекел болмаса не істеп отырсың? Дуалға орнатқан мүсінге ұқсап, ойбай-ау, анау арбаны неге бітірмейсің? Сен қалайша менің тәп-тәуір тәбетімді қанағаттандырмақсың-а? Мына тұрысың саған ұқсамайды досым. Сенің арындаған қуатың қайдан? Сені қай албасты басты еткен? Бұл мен үшін жаратқанның сынағы болар деп келсе кетті Бансыр. Бәрі де менің бір түс көргенімнен басталды. Қайдағы бір оңбаған түс кірді. Түсімде мен шылқыған бай болып кетіппін. Белдігімде ақша толы әдемі шилан. Ондағы ақшаның көптігі сондай, кедейлерге тегін шашшам да бітпеді. Ішінде күміс ақша бар екен. Оған не керектің бәрін алдым. Тіпті әйеліме
түрлі әшекей де сатып алыппын. әмиянда жұмсаудан қорықпадым. Мені қуаныш кернеді. Сол кезде мені көрсең танымас едің. Тіпті әйелімді де танудан қалар едің шіркін. Оның беті тегістеліп, әжім қалмаған. Қуаныштан жүзі сәуле шашады. Тура баяғы неке тойымыздағы бақытты қалыңдық секілді. Айтарым жоқ, керемет түс екен. Келсе кетті Қобби. Ендеше неге осындай жайлы түстен соң дуал түбінде құлпытас секілді қатып қалдың? Неге дейсің? Ояна келгенде қабысқан әмияның есіме түсіп, жүрегім айнып кетті. Онан да түсімде бірге жорайық. Екеуміз де бір қайықтағы адамбыз ғой. Есіңде ғой, бала кезде абыздарға барып, бірге оқығанымыз, бірге ойнадық. Есе келе достығымыз жалғасты. Екеуміз де сағаттап тапқанымызды мезептеп жұмсайтынбыз. Сол кезде біздің табысымыз жақсы еді ғой. Енді міне байлықты түсте ғана көретін болдық. Енді айуан болмаған жеріміз қалды ма? Оның үстіне мекеніміз әлемдегі ең бай қала. Айналамыз толған ырыс береке. Ал бізге содан бұйыратын емес, жарты ғұмырды бітпейтін бейнетпен өткізіп, босаған әмиянды да маған тосып, екі шекел сұрап тұрғаның мынау. Бұған қандай жауап болуы мүмкін еді? Мен саған, мә, ала ғой әмиянды. Сенмен қашанда бөлісуге даярмын дедім бе? Жоқ досым, менің әмияным да сенікіндей қабысып жатыр. Екеумізге не болды? Бізде неге күміс те, алтын да жоқ? Неге ішерге ас, киерге киім жоқ? Оның үстіне ұлдарымызды ойласақ, тіпті бас қатады. Жалғастыра түсті Бансыр. Олар бізді өкшелеп өсіп келеді ғой. Олар да, жаниялары да, олардың түп тұқиындары да осылайша жұпыны ғұмыр кешпек пе? Айналаны алтын басып жатқанда олардың да кешкі асы ешкі сүтімен сұлы ботқа болып қалмақ па? Бансыр, қанша дос болсақ та сен мұндай әңгімені бұрын айтпапсың. Қобби кәдімгідей абыржып қалды. Мен бұрын бұлайша ойламаппын. Ертеңнен кешке дейін осы өлкедегі ең жайлы арбаны істеп жүре беріппін. Жаратқанның мені бір күні байлықпен жарылқайтынына сеніп жүре беріппін. Оның болатын түрі жоқ. Ойлап тұрсам, олай болмайды екен. Жүрегім содан да езіліп тұр. Шилан белге бекітілген әмиян. Менің байығым келеді. Мен де жер мен малдың болуын қалаймын. Мен де үлбіреген жұқа киім киіп, әмиянда ақша сыңғыры болғанын тілеймін. Енді бойымда күш, басымда ми қалғанша еңбегімді еш болмауын қалаймын. Бізге не болды сонша досым? Айтшы, жұрттың алтынға алып жатқан нәрселері бізге неге бұйырмайды? Білсем айтар едім, деді Қобби. Маған да жеңіл дейсің бе? Лира мен күй тартып тапқан ақшам сол бойда жұмсалып құриды. Ылғи да жаниям ашықпасын деп сандалып жүремін осы. Мен де өзімше аңсаған күйлерімнің бәрін тартатындай үлкен лира аспап болғанын ойлаймын да жүремін. Ондай аспапты тартқанымда патша да күйімді елтіп тыңдар еді. Я, жақсы болар еді. Бабылда бірде-бір кісі сен секілді күй тарта алмайды ғой. Сен күйді күмбірлеткенде патша түгілі аспандағы періштелер де елтиді емес пе? Бірақ оған жетер күн қайда? Егер екеуміз де патша құлдарына пара-пар тақыр кедейміз. Қоңырауды естідің бе? Әне олар да келеді. Ол каскадтар тізіліп, өзеннен сүреулерді бойлап келе жатқан жартылай жалаңаш бойларын тер жуған су тасушы құлдарды нұсқады. Олар бес қатарға тізіліп, су толы ауыр месті көтеріп, бүкшиген күйі тар көшеде қаптап келеді. Аналарды айдап келе жатқан кісіге қарап, Қобби қол егін бастаған қоңыраулы кісіге қолын нұсқады. Тұлғасы да бар екен. Қол егінде талай тұлға бар. Олар да біз секілді адамдар. Анау ақсарылар сол
сол тұс жақтан, қоңырқай түстілері көрші елдерден, бірақ бәрі де өзен мен бақ арасында күн сайын жылдап сандалып су тасып ғұмыр өткізуде. Келешектерінде жақсылықтың нышаны жоқ. Төсекке саман, бөстек, асқа жартылай пісі дақыл. Бейшаралардың халі аянышты. Я, аянышты-ақ. Былай қарағанда біздің де солардан айырмамыз бар ма? Тек қана бостандықтамыз. Оның рас хобби, басты тұнжыр ой баса түседі. Жылдарымды құлдық тірлікпен өткізгім келмейді. Ылғи да жұмыс, үзіліс болсайшы бір. Бүгінгі әңгімеміздің жарты бөлімі аяқталды. Егер соңына дейін қараған болсаңыз, сізге үлкен рахмет. Менің каналымның дамуына үлес қоса отырыңыз. Каналға міндетті түрде тіркеліп, видеоға лайк басып, өзіңіздің ойыңызды комментарийға жаза кетіңіз. Және де менің каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп қойыңыз. Алдағы уақытта ең қызықты кітаптар мен оқу керек әңгімелерді сіздерге салатын боламын.